өте белсенді қатыстым. Және де бұл шарада мен көптеген адамдардың және де көптеген жерлер туралы нақты ақпараттарды талдап, барлығын біле алдым. Және де кітаптың негізінде ата-анамен оқыған кішкене қызығырақ, бірлесіп жасаған әрбір зат, ол біз үшін өте қызықты деп ойладым. Болып жатқан жатқа көп рахмет. Осы кітапты оқып, балаларымыз өзіміз білім алып, осындай заттарға қатысқанға, ата-анасыз қатысқан бүтілік. Мен сіздерге қызығып қойдым, жобаны жақсы таңдаған екен деп та. Енді қазір уақыт жетпейтін уақытта, заманда бала мен ананы жақындастырып, бірауық телефоннан, бірауық бізді жаңағы арылтып, кішкене танымдық немізді кеңейтіп, күшті не бердіңіздер, тапсырма бердіңіздер ғой. Енді мынаны балам екеуміз бірінші мен жүре беретінім, оқимыз да деп жүре беретінім, балам өзі айтты демалыста, Абай жолының алдында тапсырманы оқиық екеуміз деп. Содан демалыс күні баламыз екеуміз құшақтасып жатып кітапты оқыдық, қайтқанда деген бөлімін. Арасында оқимыз, талдаймыз, мына жерін жаңағы именно біз ойладым да, енді сұрақтарда жаңағыдай адамдардың аты кездеседі. Ата-ананы, баланы байланыстырып, осындай үлкен шара ұйымдастырып жатқандарыңызда, енді қызымда жақсы талпыныс болды. Өзімнің тарапымнан, енді қызым қазір көп сөйлеуге ұялып отыр. Десе де, бірақ үйден екеуміз саралап, талдап, осы жерде осындай болады, мына адам Абайдың әжесі, мына адам Абай